Мен Didar Dauletuly және тақырып past continuous with past simple. Past continuous бұл өткен шақтағы аяқталмаған іс-әрекет. Ал past simple ол өткен шақтағы күнделікті дағдылы болған аяқталған әрекет. Осы past continuous пен past simple шақтарын біріктіріп бір сөйлемде көрсету үшін біз when және while деген үстеулерді қолдана аламыз. Яғни, осы үстеулер уақыт межесін көрсеткен кезде біз екі шақты бір сөйлемге біріктіре аламыз. Мысалға, My mother came home while I was calling you. Мен саған хабарласып жатқан кезінде үйге анам келді. Мұндағы while ол үстеу, ал my mother came home ол past simple, ал I was calling you ол past continuous. Келесі мысалы, When I listened the sound, someone was talking. Мен бір дыбысты естіген кезде біреу сөйлеп жатты. Мұндағы when ол үстеу, I listened the sound бұл past simple, ал someone was talking бұл past continuous. Сонымен, past continuous ол нақты өткен шақтағы болып жатқан іс-әрекетті көрсетсе, сол іс-әрекеттің қай іс-әрекетпен сәйкес болғанын біз when, while үстеулері арқылы past simple мен біріктіріп көрсете аламыз. Ал мына келесі мысалға мән берсек. My friend was being at home when I arrived. Мен келген кезде досым үйде еді. Мұндағы сөйлем past continuous with past simple'дың құрылымы жағынан дұрыс, бірақ мағына жағынан қате. Өйткені сөйлемде to be етістігі екі рет қолданылып тұр. Біреуі көмекші етістік, ал біреуі негізгі етістік рөлінде. Ағылшын тілінде ing жалғауын жалғауға келмейтін етістіктер бар. Солардың бірі to be етістігі. Сол себепті being етістігін сөйлемнен алып тастаймыз. Дұрыс сөйлем My friend was at home when I arrived. Мен келген кезде досым үйде еді. Сонымен, біз сөйлемде ing жалғауын жалғауға келмейтін етістіктерді қолданған кезде оның екі жағына да past simple'ды қолдануымызға тура келеді.